1928 жыл. Дәл осы жылы бай мен кедей теңеседі деген большевиктік ұран байтақ даланы кезіп кеткен болатын. Ұжымдастыру деген ұлы қасіреттің тырнағы алдымен әрқайсысы бір-бір ауылда асыра отырған байларға батады. Кейін оқыған-тоқыған елдің зиялылары, дін таратушы молдалар да кеңес үкіметіне қауіпті элементтер ретінде қудаланып, репрессияға ұшырады. Қазақ ұлтының қаймақтарын түп-тұқиянымен тұздай құрту миссиясы ғарыштық жылдамдықпен жүзеге аса бастады. Іңір таяғанда Меңдіхан Жүсіпәліұлы шұғыл жолға дайындалды. Жолға қажетті керек жарағын, азын шоғын малын ғана қамдады. Қолда бар алтын күмісін кісі жалдап, жасырын жерге көмдірді. Кеш қарая жанына жұбайын, екі баласын, ет жақындарын ертіп алып, Көздіғара ауылынан көз жетпес жерде ұзап бара жатты. Алған бақыты Елек өзені арқылы Ресей жеріне өту. Ауылдың тұңғыш сельсоветі болар алдында Алаша руының Мәлкі тайпасы Танабай тармағынан тарайтын Меңдіхан Жүсіпәліұлы артық малын кедей-кепшікке таратып, елге жақсылығы өтеді. Үкімет адамдарының ішіндегі тілеулес бір ауылдасы жасырын келіп, ертең сені ұстайды деп ескертіп кетеді. Апыл-ғұпыл ерте қимылдауының себебі сол. Ұсталуға Меңдіханның байлығынан басқа да бірнеше себебі бар еді. Қазақстаннан Ресейге көшетін себебіміз баяғы заманда атамыз бай болған, болыстыққа таласқан, старшина болған, енді мешітті ұстаған. Жаңа бірінші әжеміздің руы ысықты кедей бас. Ана Қыныскерей. Атамыз Қыныскереймен жақсы таныс болған. Қыныскерей күртада ары-бері жүргенде сол біздің атамыздың үйіне келіп қолып жүрген. Оны сол ауылдағы азаматтар білген. Сосын енді өздерінің ағайын тұма да бар, ішінде белсенділер де бар, арыз жазған ғой. Осындай азамат, сондай адам қазір председатель сельсоветі болып жүр. Ауыл председатель сельсоветі болғаны атамыздың екінші кемпірі Жаһанша Досмағамбеттің қалдастары екен. Сол Жаһаншалар оралға келгеннен кейін атам 3 ай келіп, 3 ай бірге болған. Көз жазып қалғанын түсінген Көздіғараның қызыл белсенділері жедел ізіне түсіп, Меңдіханның қолында 5 атары барын көрген соң ғана қашқыншы топқа беттей алмай, жарты жолдан кейін қайтады. Бұл 100 жылдай бұрын болған оқиға. Содан бері Абдрахмановтар әулетінде 4 буын алмасты. Әулеттің ғасырлық тарихын, қилы тағдырын Мәулет Ермекқалиұлы түрлі отырыстарда шежіредей тарқатып, шерін шығарып отырады. Сол кісінің баян етуімен аталарының тәуекелге толы тағдыры ұрпақтарының жадында қалып, солардың өмір жолынан өнеге алу үшін ұрпақ сабақтастығы деген атаумен деректі кітап жарық көрді. Бұл жауапты міндетті кітап авторы, публицист жазушы Нұрлан Сәдір абыройлы орындап шықты. Ұрпақ сабақтастығын, әке мен баланың, атаның арасында қарым-қатынас, сыйластық қалай болатынын соны өрбітуді жөн көрдік. Енді бұл кітапқа келетін болсақ, бұл кітапта негізгі 2 кейіпкер бар. Оның біріншісі Михан ата атанып кеткен Меңдіхан атамыз. Енді осы Меңдіхан атамыздың әулетке деген үлкен 3 еңбегі, тіпті ерлігі деп айтуға болады. Соны айтқым келеді менің. Ол біріншісі ерлігі сол кезде коллективизация кезінде 28 жылы өзінің үй ішін алып Ресейге Башқұрия жаққа қарай аууы. Меңдіхан Елек өзенінің Орынбор бетінде ұзақ отырмай, 1928-29 жылдары Уфаға дейін жетеді. Ол діни сауатының мықтылығы арқасында Уфадағы бір мешітте бірер жыл имам болады. Тіпті татар ауылының молдалары айт намазын оқуды сол кісіге тапсыратын болған. Алайда Башқұртстанда тұрмыс жүдеу, табыс аз болғандықтан Орынборға қайта оралды. Өзге елде жағдайлары жақсарып, жайлы өмір сүре бастаса да, ұрпақтары тамырынан ажырап, ұлттық құндылықтарды ұмытады деген үрей маза бермейді. Соның алдын алу жолдарын қарастырады. Ақыры араға 21 жыл салып, 1949 жылы Меңдіхан әйел бала шағасын қалдырып, тек 11 жасар Шеш деген кенже баласын ертіп, Орынбордан ата жұртқа қарай
аяңдай басады. Ондағы мақсат Қазақстандағы саяси ахуалды зерделеп қайту еді. Күндіз ұйықтап, түнде жортып жүріп, Бөрлі ауданына жетіп, есімін Михан деп өзгертті. Өз басым ойлаймын, егер сол Меңдіхан атамыз сол кезде көшпеген кезде басқа қандастарын басынан кешірген ашаршылыққа душар болар еді. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 25 жылға ит жеккенге айдалып кетер ме еді. Немесе тіпті атылып кету қаупі де болды. Шетелге көшудің арқасында ол өзінің ұрпағын, өзінің туыстарын осындай манағы қатерлерден, қауіптерден аман алып қалды. Екінші ерлігі шетелге барғаннан кейін соны бас сауғалағанына, жанының аман қалғанына соны міндет тұтпай, осы ұлт ретінде сақталудың амалын жасады. Айтқан кезде олар өзінің руластарын, аталастарын, қазақтарды жинап алып, өздері ауыл болып бөлек отырды. Соның арқасында олар өздерінің ділін, дінін, тілін, салт дәстүрін жоғалтпай, сол сақталып қалды. Үшінші ерлігі заман түзеле келе елге оралды. Елге оралғанда бірден үлкен сақтық, тағы ұрпақ қамын ойлап, әуелі өзі көшіп барды. 40-шы жылдардың аяғында қасында Шиш деген баласын ертіп, бірақ қанша жерден сақтайын десең де қалың орыстың ортасында отырып, ұзақ сақтала беру мүмкін емес еді. Себебі біртіндеп бәрі бала, немере, мысалы жайлап тілін жоғалтатын еді, оқуға түсу деген сияқты, тіпті басқа ұлтқа үйленіп, қан сұйылуы мүмкін еді. 1960 жылы июньнің 8-і күні Қазақстанға көштік. Көшудің себебіміз үлкен ағамыз бір орыстың қызымен жүреді, сол аяғы ауыр болып қалады. Енді анамыз орыстан айдалмасын деп, менің кіші қарындасым бар еді, 48 жылғы, соған айтқан ғой, атаңа хат жаз, бізді көшіп алып кетсін деп. 60 жылдары елге оралған Ермекқали Меңдіханұлы мен Ақжан анамыз ұл қыздары Мәулет, Сапарғали, Есенгелді, Айсұлуды алып, Жымпида ауданының Абай совхозына тұрақтайды. Мәулеті ерте жастан зерек болып, Жымпиты мектебін, одан соң Орынбордағы ауыл шаруашылық институтын тәмамдайды. Екінші кейіпкеріміз Мәулет атамызға келетін болсақ, ағамызға келетін болсақ, ол кісі де еді басқарған азамат, совхоз басқарған азамат, көптеген үлкен лауазымдарды орында болған азамат. Қызметте қайраткерлік қасиеті Қособа совхозына директор болып барғаннан байқалады. Ауыл халқы Қособа ауылының алтын дәуірін Мәулет Ермекқалиұлының іскерлігімен тікелей байланыстырады. Енді тілімен жүруге тура келді, тілімен де жүрем, таңертең ертеде жүрем, 5-те тұрып кетем жазды күні. Материально-технический базада шамалы еді. Енді жүру керек болды. Областное управление Кыныш деген болды. Сонымен дос болдым, сонымен барып араласып, танысып, сол не кереген совхозға техниканың бәрін алдық. Тіпті передвижный мұнша алдым. Шабандарды, малшыларды 10 күн сайын мұншаға сірдік. Шөп шабуғанда шөпке 2 айдың ішінде шөп шабып болдық. Оны шабуға үшін запчасти керек. Замдиректорым бар еді. Соны Московский облысында заводқа жіберіп, сөйлестіріп, керек жараға мына жіберіп, К-700 жіберіп, то есть КамАЗ машина, сол бір машина запчасти алдық. Құрылыс салдық. Жылына 12-ден 14-ден үй салдым. Жаңа контор салдық. Проектларын клубтың мұншаның проектісін саттым. Жас күнінде Ақжан анасы Мәулет баласына өмірлік сыңарын өзі таңдап береді. Анасының таңдауы алдамапты. Мүнзила Сұлтанқызы осы күнге дейін ер азаматының көңіліне кірбің, көлегіне кір қондырып көрмеген аяулы жар, ардақты ана. Анамыз сол қожа алдың сұлтанның бір қызын алуымыз керек деп, осыны аласың, алмасаң да аласың дегесін алдық, шүкіршілік. Анасының сөзін аяқ астетпеген Мәулет ағамыздың абыройы көкке көтерілді. Өйткені жұртқа үлгілі отбасында Жанар, Нұржан, Эльмира, Мержан атты ұл қыздар тәрбиеленіп шығып, өмірде табысты еңбек етуде. Ана ұрпақ сабақтастығы туралы әңгіме айттық қой. Ұрпақ сабақтастығы деген сөз атаның ісін, әкенің ісін ұрпақтың жалғастыруы. Ана Михан атамыз сонау Ресейдің Башкирия жағында, татар елінде жүріп, өзінің ана тілін балаларына сақтаған,
қадағалаған болса, мына Мәулет ағамыз да Оралға көшіп келген кезде қалың ортасында жүріп, орыстың ортасында жүріп, қазақ мектебіне де іздеген. Сол қазақ мектебіне үлкен күшпен, ол кезде жалғыз ақ мектеп, сол 11-ші мектепке баласының орналасуына септігін тигізген. Әр бір жұма іздедім, сол мына мектепке балалар білмейді ғой. Ауылда өскен балалар автобуспен барып келе алмайды, неде болса жаяу барып келсін деп, сосын бір кішкентайлау бір орыс прорабты екен, сол үйді алып, балдарым өздері жаяу барып, 11-ші мектепті тегіншевде содан бітірді. Тектілік тұқым қуады, тектіден текті туады демекші, оқуды күні кеше бітірген немересі Ермахан Нұржанұлы Көлік министрлігі автомобиль жолдар комитетінің басқарма басшысы міндетін атқарып жүр. Республикалық телеарналардың тікелей эфирлерінде аталмыш министрліктің атынан сөз сөйлеу құзыреті де небары 24 жастағы Ермаханға сеніп тапсырылған. Яғни Ермахан да аталары секілді елдік іске ерте араласты деген сөз. Ұрпақ сабақтастығы деген осы емес пе? Бұл кітапты оқыған адам, ең басты кейіпкерлер Меңдіхан мен Мәулеттің ерлікке татитын еңбек жолы, өмірлік ұстанымдары арқылы әулеттік шеңберді бұзып өтіп, әлеуметті тәрбиелеуге болатынын түсінеді. Ендеше оқырмандары көп болсын деп тілейміз.